Неден бастайын? Бүлдіршін шақ. Алғашқы естеліктерімде өзім 4-5 жастар шамасындамын. Ауылда тұрамыз. Мен отбасымның 7-ші перзентімін. Барлығы 8 бала. 5 ұл, 3 қыз. Анам мен әкем колхоздың қарапайым жұмысшылары. Таңсәріден жұмысқа кетіп, кеш қарая үйге әрең келеді. Әжеміз әкеміздің бала кезінде дүниеден өткен екен. Ал атамыз 6-шы немересін көргеннен соң қайтыс болыпты. Атамыз соғысқа қатысқан, өте балажан мейірімді кісі болған екен. Кеңес үкіметінің 5 жылдық жоспарларының қудалауымен ата-анамыз пейнеттен көз ашпай, тек колхоздың жұмысымен күн көрген. Бізді ауылдың бала бақша, мектеп, өзіміз секілді көрші балалардың ортасы тәрбиеледі. Әкем жалғыз ұл. Жақын ешкімі жоқ. Анам да жартылай жетім десе де болады. Екеуінің не іздеуі, не қолдаушысы жоқ адамдар. Ол кезде декретте 6 айда отырғызбай адам жетпей жатыр деп босанған соң 2 ай өте сала жұмысқа қуып шығады екен. Үйде балалардың үлкені кішілеріне қарап, анамызға бізді бағуға көмектескен. Шырылдаған баласын емізу үшін күннің ыстығында айдаладағы полядан ауылға жаяу келіп, жаяу кетіп жүрген байғұс анашым. Жанашыр ешкім болмаған ғой сірә. Анам сол кездерін еске алып, қарғыс атсын совет үкіметін. Жойылғаны жақсы болды дейтін. Бала ауырып бір күн жұмыстан қалса, сол кездегі есепшілер, яғни қазіргі бухгалтер, 7 еңбек күнін кесіп тастап отырған екен. Сол есепшінің кейін қартайып өлер кезінде анамнан келіп кешірім сұрағаны көз алдымда. Анам қатты жылап қалған еді. Әкем ылғи колхоздың жұмыстарымен іс-сапарларда жүреді. Біресе құмға, біресе тауға, біресе басқа аудандардан техника қажетті жабдықтарды үйге әкеледі екен. Қысы жазы тыным таппай үйде көп бола бермеген. Сондықтан үйде қолғабыс та болмай, бар ауыртпашылық анамның мойнына жүктелген. Біз 4 бөлмелі үйде тұрдық. Оның бір бөлмесі кіре беріс, отын жағатын жер. Яғни әке-шешем 5 ұл 3 қыз, қалған 3 бөлмені бөлуіміз керек. Мал дейтіндей малымыз жоқ. Сирағы шыққан кедей едік. 1-2 мал бітсе ауыр бөлген, не қасқы шапқан малдың орнын толтыруға колхоз тартып алатын. Атанам қорғансыз адамдар болғаны айтқан едім. Колхоздың басшылары өзіміздің ағайынды көкелер әкемізді қатты басынатын. Анам өте намысшыл еді. Ешкімнен ештеңе сұрамайтын. Жоқтан бар жасап бізді киіндіріп, тамақ тауып беретін. Сол өжет мінезімізден есік алдына мал, үй ішіне дүние бітірді. Біз ауылдағы үлгілі отбасы болдық. Ата-анасы жақсы тәрбие берген, адал, адамгершілігі мол, ешкімнің ала жібін аттамайтын, кішіпейіл, тәрбиелі деген сөздер біздің отбасымызға қаратыла айтылатын. Анамыз да, әкеміз де өсек айтпайтын. Ешкіммен кикілжіңге түспейтін. Тіпті өзара екеуі де еш жанжалдасып ұрысып көрмеген. Үйде тек еңбекпен, пейнетпен, оқумен өздерімізді тәрбиеледік. Ата-анамызға қарап бой түзедік. Мұның бәрін не үшін тізбектеп отырмын? Жанымның жарасының себебі ата-анамда емес, отбасымда емес екенін түсіндіру үшін. Әкемді не анамды басымнан өткен оқиғалар үшін кінәламаймын. Өздерінің санасы таза, парасаты биік адамдар өзгелерді де солай ақ, адал көреді. Ешкімнен жамандық көремін деп ойламайды. Екеуі де адам тұрмақ жәндікке зияны жоқ, жүректері мейірімге толған адамдар еді. Енді балалық шағыма көшейін. Мен өте ерке қыз болып өстім. Әкем мені ханшайымда еркелетіп, төбесіне көтеріп өсірді десем де болады. Мен 7-ші баламын. Алдымда әпкем, артымда сіңілім бар. Кенже балада емеспін. Алайда әкем тек мені еркелететін және шексіз жақсы көретін. Алайда мен осындай отбасыда отырып, педофил құрбаны болдым. Совет үкіметіндегі педофилдер қой терісін жамылған қасқырлар. Иә, советтік ауылда бір көше бойында бірнеше педофил мені өздерінің құрбаны ретінде таңдады. Ең сорақысы, 5 жасымнан 11 жасыма дейін мені қорлап, зорлық жасап сексуалдық әрекеттермен бар балалық шағымда олаған өзімнің туған ағам болды. Мен тек 5 жаста едім. Балалықпен ағамның не істеп жүргенін түсінбейтінмін. Ол менен 13 жас үлкен, яғни жігіт болып қалған жаста еді. Үйде ата-анам жоқта түкпіргі бөлмеге апарып қалағаны жасайтын. Мен ештеңені түсінбейтінмін. Барлық ағалар солай жасау керек деп ойлайтынмын.
Ол маған бұны папа-мама ойыны дейтін. Мүшесін қолымен уқалап тұрғызып, түкіріктеп сулап алып, қалаған жағына тықпақшайтын. Қазір ауырған не ауырмағаны онша есімде жоқ. Алайда жиіркенгенім есімде. Сөйтіп жүріп ол 2 жылға армияға кетті. Осы кезде үйдегі басқа ағаларым 17, 16, 15 жастағы үлкендері маған еш тиіскен жоқ. Ондай анайы тірліктермен істеген жоқ. Сол уақыттарда мен үлкен ағамның дұрыс емес нәрсе жасағанын түсіне бастадым. Алайда әлі де зорлықтың не екенін толық түсінбедім. 7 жасымда мектепке бардым. Үйіміз мектепке өте жақын еді. Арада 10-12 үй ғана. 3 минуттық жер. Күнделікті әкем азанда мектепке апарып салатын. Ал қайтарда өзім келемін. Сол 12 үйдің аралығында ағаларының класстас достары өзіміздің көрші ұлдардың екеуі маған тиісетін. Әсіресе біреуі өте агрессивті түрде маған шабуыл жасайтын. Алдымен конфет, ақша берем деп алдағысы келеді. Бірақ мен еркі өскен соң күнде конфеттің неше түрін жеп, әкем қалтама ылғи ақша салып жүретін. Сол себепті де мен алданбайтынмын. Соған ыза болған көрші жігіт, қателеспесем сол кездері 17-16 жастағы бала еді. Мені қолымнан шап беріп ұстап алып, өз үйінің ауласына жұлқылап сүйрейтін. Мен жерін тас алып лақтырып, тырнап, тістеп бой бермейтінмін. Өз ағамнан қорлық көрген мен, оның жаман нәрсе істейтінін сезетінмін. Үйінің қақпасына дейін сүйреген кездері де болды. Бірақ мен қатты шыңғырып, бажылдаған соң біреу естіп қоярып жібере салатын. Бұл әрекетін педофил көрші мен 4-ші сыныпқа көшкенге дейін жалғастырды. Кейін де ол да армияға кетіп, сол бойы ауылдан көшіп кетті. Алайда сол педофил көршінің үйінің тура қасында сыныптас қызым тұратын. Ол қызға тиіскеніне сенімдімін. Өйткені ол қыз асырап алынған өте бұйығы, момын еді. Сыныптастар оны буллинг жасап, ұрып, үстіне түкіріп, шашын топырақ сеуіп, жерге домалатып жатса да ешкім айтпай жылап жүре беретін. Көрші бәле сол қызы да сүйреп үйінің ауласына кіргізгенін көргенмін. Екінші көрші бірнеше рет қалдап ауласындағы қораға кіргізбекші болды. Оның қарындастары менімен қатар еді. Солармен бірге ойнағандықтан сені де ойнауға шақырып жатыр деп алдайтын. Мен оған сенбей, өздері менің үйіме келсін, бір жақта ойнаймыз деп кетіп қалатынмын. Өз ағамнан қорлық көргендіктен бе, әлде табиғатымнан солай жаратылдым ба, мен өте зерек бала болдым. Тез есейдім. Басқалар мұрын боғын жыртып жүргенде мен адамдардың қас-қабағына, сөзіне, қолын қайда қимылдатып жатқанына мән беріп, көзім бақырайып жүретінмін. Әкемнің 40-қа келіп қалған достары, әріптестері бар. Советтік кез. Бәрі бір-бірінің үйіне еркін кіріп шығып жүреді. Есікте құлып жоқ. Үйде үлкендер жоқ десең де әкеңнің таныстары жазда тапшанға отырып алып кетпейді. Сөйтіп кейбірі көзін сүзіп қарайтын. Әкемнің бір досы, бұл менің қызым, мен сені қыз қылып аламын деп қалжыңдасқансып, денеме қолын жүгіртетін. Темекі мен арақ сасыған демімен балғын бүлдіршін бетімді сілекейлеп денемді мыжғылайтын. Ал үлкендер қалжыңға мәз болып күліп отыратын. Үйде оңаша қалғанда әлгі оңбаған келсе бас алып мені қуалап ұстап алуға тырысатын. Ұстап алса жаңағы жиіркенішті әрекеттерін жасайтын. Мен оны көрсем зәредей қорқып, қораның шатырына, шөптің майы үстіне, бақшадағы жеміс ағаштарының үстіне шығып кететінмін. Ол бәле кеткенше түспейтінмін. Ол мен 5-ші сынып оқи бастағанда маған тиіскенін қойды. Мен оның да әрекетін зорлық деп түсінбейтінмін. Себебі басқалардың көзінше мені құшақтап, сүйіп, қызым деп аймалайтын. Сондықтан оның қой терісіндегі қасқырлық арамдығын кейін ғана түсіндім. Көрші ұл қыздармен жазда күн ұзақ ойнаймыз. Бәріміздің ата-анамыз жұмыста. Ата-әжесі барлардың қариялары көлеңкелеп үйден шықпайды. Не тапшандарында шәй ішіп әңгіме дүкен құрудан қолдары босамайды. Біз болсақ ауыл аймақты шарлап, ойының неше түрін ойнайтынбыз. Қыс мезгілі кезінде қыста бордақы ұстайтын үйдің іші тап-таза сарайлар болады. Соның ішіне кіріп алып ойнайтынбыз. Сарайдың ішін сулап, сыпырып, текемет төсеп салқын жерге қыздар қоршақ үй ойнасақ, олар түрлі садақ, рогатка жасап, асыққа қорғасын құйып, немесе ләңгі теуіп жататын. Алайда сол ойынымыздың шырқын бұзатындар да бар. Баяғы сол папа-мама ойынымыз деп өз қарындастарына үйкеленген көрші ұлдарды да көретінмін.
Тіпті қыздар да бір-біріне үйкеленіп жататын. Мен ол кезде 5-7 жастар арасында болдым. Ылғи сондай ойын көргендіктен мен зорлықтың не екенін түсінбедім. Үйде анам мен әпкем маған ешнәрсе түсіндіріп айтқан емес. Анам жұмыста болғанда нәресте кезден бізді ағаларымыз шомылдырғандықтан зорлықшыл ағам мені шешіндіруін теріс деп қабылдамадым. Әлгі 2 жылдық армиядан келген ағам зорлауын қайта бастады. Бұл кезде мен ағамның жаман нәрсе жасайтынын түсінетінмін. Таң сәріде басқа балаларды ата-анасы оятса, мені ұйқымнан үстіме мініп алып іш киімін шешіп жатқан ағамды көретін. Сол оятатын. Ата-анам сағат таңғы 6-та жұмысқа кететінін пайдаланып, дап-дардай әскерден келген ағам еш шемірікпестен мені зорлап оятатын. Мен ата-анама ештеңе айта алмадым. Ағам мені қорқытқан да жоқ. Тек ешкімге айтпа дейтін. Мен 2-ші сыныптан бастап газет, журнал, көркем әдеби кітаптарды көп оқитынмын. Үйдегі ата-анам, ағам, әпкем бәріміз де кітап құмар едік. Әкем қарапайым жұмысшы болса да неше түрлі ғылыми көркем әдеби журналдарды жаздырып алатын. Үйде республикалық, облыстық, аудандық газеттер үзбей келіп тұратын. Тіпті орысша газеттерді жаздырып алдыратын. Қолыма түскен нәрсенің бәрін оқитын мен ойым ұшқыр, өте зерек болдым. Аудандық, облыстық газеттердің соңында қылмыстық хроника деген айдардан өзімнің тағдырыма ұқсас оқиғалармен танысатынмын. Сондықтан ағамның қылмыс жасап жатқанын да түсіне бастадым. Кітаптағы кейіпкерлер ағам секілді кейіпкерлерді өлтіріп жататын. Сондай нәрселерді оқып алып, менің жап-жас санам әкем білсе ағамды өлтіреді деп сенетінмін. Әкем мені өте қатты жақсы көретін. Ағамды аямайтынына толық сенімдімін. Сол себепті әкем ештеңе айтпайтынмын. Егер әкем ағамды өлтірсе, өзі түрмеге отырады ғой деп жаным шығатын. Әкем түрмеге отырмаса екен деп үнем өшіп, ешкімге сыр ашпайтынмын. Жылына бірнеше рет, әсіресе жаз мезгілін 5-6 ретке дейін ондай әрекетін тоқтатпады. Сөйтіп жүріп ағамыз үйленді. Ол үйленген соң маған тиісуін тоқтатты. Осы тұста кенеттен әкем жол апатынан қайтыс болып кетті. Анам қатты депрессияға түсті. Мен ешкімге керегім жоқ, ұмыт қалдым. Анам жан-жағында не болып жатқанын сіңіре алмай, қан құсып, құсаланып, 3-4 жыл депрессияда болды. Совет үкіметі тарап, колхоз ыдырап, үйдегі ағаларым жұмыссыз, қаражатсыз қалды. Әпкем тұрмыс құрды. 2 ағам үйленген. Тағы 2-еуі әскерден келген, қалған 3-еуіміз мектепте оқушымыз. Анамның басына сын сағаттар туды. Әлгі үлкен ағам араққа салынып, құмар ойын ойнап, жүзушілерге қыдыратын. Екіншісі соның ізімен жүрді. Жеңгелерім жалқау, салақ, өсекші, бәлеқор, әрі ұрлықшы болып шықты. Үйдегі аз-маз ақшаны, заттарды ұрлап, бір-біріне жала жауып, ағаларымды қырылыстырып, төбелестірумен болды. Анам 2 үлкен ағама үй алып беріп бөлек шығарды. Бірақ олар біз тұрған үйден айналшытып шықпайтын. Дайын тамақ, жылы төсек. Ал өз үйлері ылғи лас, әйелдеріне тамақ істемей, төркіндеріне қашып жүретін. Бұл 90-шы жылдардағы қоғамдық қасірет еді. Анам байқұс ажыратып кетпесін деп, кіші ағаларымен бірге азық-түлік, отындарына дейін үйлеріне таситын. Жеңгелерім сол дайын тамақты жеп мәз болатын. Анам байқұс ажырасып кетпесінші деген ғой сонда. Кіші ағаларым өте еңбекқор, адал, адамгершіліктері мол еді. Ал құрметті тыңдарман, хатымыздың 1-ші бөлімі аяқталды. Бұл хат Ләззат Рақышеваға келген хаттардың бірі. Жанымның жарасы, бұл кездегі сонау Совет үкіметінің тоқырау кезеңдеріндегі болған оқиға. Егер де бастарыңыздан осында кешкен оқиға болса, немесе пікірлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға жазып қалдырыңыздар.